Сабақтың тақырыбы тазалықты сүйемін. Бүгінгі сабақта мәтінді түсініп оқимыз, тазалықты сақтау ережелерін құрамыз. Сызбаны пайдаланып, әңгіменің негізгі ойын, оның басталуын, жалғасуын және аяқталуын табамыз. Бүгін біз сабағымызды Шәкәрім Құдайбердиевтің нақыл сөзінен бастамақпыз. Еріншектен салақтық, салақтықтан надандық, бірінен бірі туады, жоғалар сөйтіп адамдық. Осы нақыл сөз ішінен адам бойында кездесетін жағымсыз қасиеттерді білдіретін сөзді табыңдар. Еріншектік, салақтық және надандық. Шәкәрім Құдайбердиев Шығыс Қазақстан облысына дүниеге келген. Ол ақын және аудармашы. Балалар, бірге ойланамыз әдісі бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Тазалық, денсаулық кепілі дегенді қалай түсінесіңдер? Өзімізді ұқыпты таза ұстау үшін қандай заттар керек? Тазалық дегеніміз тек киімдерімізді ғана таза ұстаумен шектеле ме? Өз ойларыңды айтып көріңдер. Тазалық, денсаулық кепілі. Балалар, осы сызбаны пайдалана отырып, бүгін біз Ыбырай Алтынсариннің салақтық әңгімесін осы сызба арқылы әңгіменің басталуын, жалғасуын, аяқталуын табамыз. Яғни Ыбырай Алтынсариннің салақтық әңгімесін осындай 3 бөлікке бөлеміз. Кәрімнің тазалықты сақтамауы, кәрімнің ауырып қалуы және кәрімнің улануы. Алдымен әңгімені кәрімнің тазалықты сақтамауы тақырыбында айтып көрейік. Кәрім деген өзі жұмысқа тәуір жігіт болса да, жуынып, кірсіз көйлек киіп, таза жүрумен ісі жоқ еді. Әркім айтушы еді: "Саған не болды, Кәрім? Бойыңнан кіріңді ағызып жүргенше жуынсаң болмай ма?" деп. "Қолың тимейді" деуші еді ол. Мәтіннің екінші бөлігін кәрімнің ауырып қалуы деп алайық. Қане бірге оқып көрейік. Сөйтіп жүріп тұла бойын шихан қаптап қотыр болды. Осылай құрысып тырысып жатқанында әркім сұрайды: "Кәрім, саған не болды?" деп. Кәрім айтады екен: "Күнәм үшін Құдайдың бір берген сазайы дағы" деп. Оған қарсы таныстары: "Рас, Кәрім, Құдай тағала таза жүрмеген былғаныш кісіні сүймейді. Тым болмаса жұмасына бір моншаға түссең, не болмаса үйіңде сабынмен жуынуды әдет етсең, бұл бәлеге душар болмас едің." Сонымен Кәрімді ауру жататын үйге алып барып, таза жуындырып, таза киім киіндірді. Ем болған соң аз ба, көп пе жатып жазылды. Балалар, мұнда шихан деген сөз ол тері ауруы. Әңгімені енді 3-ші бөлігін оқып көрейік. 3-ші бөлігін кәрімнің улануы деген тақырып қояйық. Мұнан соң Кәрім бір зауытқа барып жалданыпты. Өздеріңізге белгілі шығар, зауыттағы нәрселерді бояйтын бояулардың қай-қайсысы да у болады. Бір күні қожасы Кәрімге бір бояуды араластырып қой деп беріпті. Араластырып отырып, кәдімгі үйренген қалыбынша қолын жумастан барып, тамаққа отырып нан жепті. Қолындағы бояудың жұғынының бәрі де жеп отырған нанына жабыса береді. Бір мезгілде Кәрімнің іші бүріп, ауыра бастапты. Әлгі бояу у бояу екен. Балалар, әрі қарай не болды деп ойлайсыңдар? Өз ойларыңды айтып көріңдер. Бұл әңгіменің авторы Ыбырай Алтынсарин. Ол Қостанай облысында туған, ұстаз, тұңғыш қазақ оқулықтарын жазған.
Балалар, мына суретке қарап, өздерің тазалықты сақтау ережелерін құрып көріңдер. Және оны дәптерге жазыңдар. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын.